Жұмабек Тәшенов көшесі Александр Бараев көшесінен бастау алып, Тәуелсіздік даңғылында аяқталады. Тақа Көсейін және Аман көшелерімен қиылысады. Ұзындығы 2617 метр. Жұмабек Тәшенов мемлекет және қоғам қайраткері, КСР жоғарғы советі президиумының, министрлер советінің төрағасы қызметін атқарған. Жұмабек Тәшенов Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық, мәдени дамуына басшылық жасаған жылдары қазақ мемлекетінің аумақ тұтастығының сақталуына көп еңбек сіңірді. Маңғыстауды Түркменстанға қосу жөніндегі ұсыныстарға тойтарыс берді. Тың өлкесіне біріктірілген солтүстік облыстарды Ресейге, оңтүстік Қазақстанның мақтагетін аудандарын Өзбекстанға беруге қарсы шыққан қайраткер тұлға. Елордадағы ерекше ескерткіштердің бірі, әрі бірегейі ол Жұмабек Тәшенов көшесінің бойындағы жер ана ескерткіші. Монумент 2008 жылы жыл мезгілдер саябағында ашылған. Сақ қаншайымы тұмардың алып бұқаның үстінде тұрған сәті бейнеленген. Монументтің авторы есімі әлемге әйгілі Ресей мүсіншісі Даши Намдаков. Бұл кешеннің бойында Түрік Республикасының елшілігінің алдында Ататүрік саябағы орналасқан. Аталмыш саябақта Түркия Республикасының негізін қалаушы, ұлы қайраткер Мұстафа Кемел Ататүріктің ескерткіші бар. Тәшенов және Аман көшелерінің қиылысында Жамбыл Жабаевтың ескерткіші тұр. Мүсін қоладан құйылған. Тұғырымен бірге ескерткіштің жалпы биіктігі 12 метр. Ескерткіш авторлары жыр алыбы Жамбыл Қазақстанның жас астанасына ақ тілек тілеп тұрғанын бейнелеген екен.